Оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы лепті сөйлем, 53-ші сабақ. Бүгінгі сабақта лепті сөйлем туралы түсініктерімізді пысықтаймыз. Жыл мезгілдерінің суреті бойынша әңгіме құрастырасыңдар. Мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемді табамыз. 11-ші жаттығуда мәтінді оқимыз. Дүние деген не деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз суы деді үлкен балық. Дүние дегенім не деді ақ аюдың қонжығы. Оның енесі дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы суы деді. Дүние деген не деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп. Тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал, балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Балалар, мәтінді оқып, осы мәтіннің тақырыбын қоямыз. Мәтіннің тақырыбы дүние деген не деп тақырып қоюға болады. Және 11-ші осы жаттығудағы сұраулы сөйлем мен лепті сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Сұраулы сөйлем дүние деген не? Дүние бұл лепті сөйлем. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Бұл лепті сөйлем. Ал, балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Бұл сұраулы сөйлем. Көшіріп жазамыз. Балалар, енді 12-ші жаттығуға қараймыз. 12-ші жаттығуда суреттер берілген. Осы суреттерге қарап лепті сөйлем жасап көріңдер. Бірінші, аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Ғарыш деген алыс па екен, ол да бізге таныс мекен. Бірінші суретке қарап, аспандағы жұлдыздар қандай әдемі деп лепті сөйлем құрап жазамыз. Келесі, шіркін-ай, ғарыш кемесіне мініп, ғарышқа саяхат жасаған қандай тамаша. Сөйлемді көшіріп жазамыз. Келесі, су тірліктің өзегі, ақса болар өзені. Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Мына бұлақтың суының мөлдірін-ай. Лепті сөйлем. Келесі, ормандағы табиғаттың көрінісі қандай тамаша, ауасы неткен тап-таза. Лепті сөйлемдерді көшіріп дәптерге жазамыз. Енді келесі суреттер бойынша өз бетімізбен лепті сөйлем құрап, оны жазамыз. Ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Жел соқса да гуілдеп, кетер маңай уілдеп. Келесі 13-ші жаттығуды қараймыз. Мақалдар берілген. Мақалдарды қатесіз көшіріп жазып, оның мазмұнын түсіндіріп айтыңдар. Жаңбыр жауса жер ырысы, батыр туса ел ырысы. Жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер.
Келесі 14-ші жаттығуды қараймыз. 14-ші жаттығуда жыл мезгілдерінің суреттері берілген. Әр жыл мезгілін атап, суреттерге қарап әңгіме құрастырамыз. Оны дәптерге жазамыз. Келесі 15-ші жаттығуда сөздер берілген. Әр шардағы сөздерді ұйқастырып, сөйлем құрастырып, одан кейін оны бір мәтін шығатындай етіп жазамыз. Шарды ағаштың байлады бұтағына ол. Үрленген қалықтай ұшты шар аспанда. Ұстап алды оны қарға. Бірінші, үрленген шар аспанда қалықтай ұшты. Ол оны қарға ұстап алды. Ол шарды ағаштың бұтағына байлады. Мәтінді көшіріп, орын-орнымен бір мәтін шығатындай етіп сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Келесі 15-ші жаттығуда мәтінді әрі қарай лепті сөйлемдерді қатыстыру арқылы жалғастырып жазыңдар. Сәния анасымен көшеде келе жатты. Ол аспанда қалықтап ұшқан шарды көріп, қуанып кетті. Яғни Сәнияның қандай сезімде болғанын лепті сөйлемдерді қатыстырып жалғастырып жазамыз.